Ауыз ашардағы әсерлі әңгіме. Көптен бері кездеспеген досыма ойда жоқта базарда ұшырастым. Қасына елін ерткен Ғалымжан саудагермен құрма сатып алып тұр екен. Қолында аузы мұрнынан шығатын тыңғиған екі сөмкесі бар. Асанды көргенде сәл аңтарылып қалдığında лезде қуанып, ол да құшағын жайып амандаса кетті. Үшеуі қал жағдайын сұрасып қауқылдасып қалды. «Иә, қайдан?» сөмкелерімді арқалап. «Оразаға дайындық қой. Ауызашарға қонақтарды шақырсақ па деп едік». «Иә, ауыз бекіткен екенсіңдер ғой». «Иә, өзімше». «Шынымды айтсам, сол тегі менің ойыма да келмепті. Оның үстіне жұмыс бастылық дегендей». Мен де басында жұмысыма кедергі келтірер ме деп қорыққан едім. Сөйтсем оның бекер екен. Жарайды, былай істейік. Кездеспегелі көп болды, жол үсті әңгімелесіп тұрғанымыз жараспас. Сен одан да кешкісін үйге ауызашарға кел, қонағым бол». Бірақ Асан дереу тартынды. «Мен қайтып барам. Өзім ораза ұстамай, ораза ұстағандардың тамағын қалай жеймін? Қой, басқа уақытта барайын». «Жоқ, деп оған Ғалымжан көнер болмады. «Қайткенде де келесің, қонағым боласың, екеуміз күнде кездесе бермейміз», деп тұрып алды. Асан амалсыз баратын болып келісті, бірақ іштей өзін жайсыз сезініп әлек. Қап, ыңғайсыз болмас бекен. Жоқ, үйден тамақтанып барып, ол жерде асқа қол созбай жай ғана отырып кеткенім жөн бе? Бірақ оған досы көне қоя ма? Бірге оқыған, бірге әскерде болған досының мінезі өзіне сыралғы, шаңырағына бас сұққан адамды қайткенде де көңіліндегідей күтпей жібермейді. Намазға жығылғалы баяғы sıрамен сыйлайтын әдетін дереу тастаған. Қап, ойда жоқта досының үйіне ауызашарға баратыны қызық бола қалды бәрінен. Әнеміне дегенше кеште таяп, Асан өзіне таныс үйге беттеді. Бірақ әлі де көңілі қобалжулы. Бұрын соңды ауызашарға барып көрмегендіктен ол жердегі отырысты бір түрлі елестетіп алар емес. Сыртқы есік ашық тұр. Босағадағы әртүрлі аяқ киімдер келген қонақтардікі екені аңғартуда. Есіктен басын шығар сықпас досы бұны ақ жарқын пейілмен қуана қарсы алды. Сыртқы киімін іліп дереу төргі бөлмеге бастады да, іште төрге қарай созылған кең дастархан көздің жауын алатын не түрлі дәмге толып тұр. Қонақтармен қол алысып амандасып өзіне көрсетілген орынға отырды. Таныстық басталғанда ең әуелі таңғалғаны келген қонақтардың түрлі мамандық иелері екендігі болды. Бәрі де жұмыс басты кісілер. Төрде отырған жасы үлкен кісі соттас дейтін айтты. Әйелі дәрігер екен. Ал бергі екеуі банкте істейтіндіктен көрінеді. Мұғалім, журналист, әкімдікте істейтін қызметкерлер де отырды. Әңгіме ораза жайында өрбіді. Жасы үлкен кісі әңгімесін қазақ оразалымен оттас бол, имандымен жолдас бол дейді. Өз басым ораза ұстай бастағаныма 3-4 жылдың жүзі болды деп бастады. Несін айтасың, біз асқазан дегенді жыл 12 ай дамылсыз жұмыс істетіп қинай береді екенбіз ғой. Ораза кезінде асқазан бір мезгіл демалып, жұмысын бұрынғыдан да жандандыра түсетін көрінеді. Оны өзімде байқап жүрмін. Баяғыда ішкен жегенім қортыла қоймай, бір түрлі асқазаным бір бауыратын еді, қазір сол сап тиылған. Өзіңді бір түрлі жеңіл сезінесің. Қай бір жылы жаңа жылмен ораза қатар келіп, қылмыс атаулының сол жылы күрт түскені есімде. Оның сөзін әйелі іліп әкетті.
Мен отағасының ораза ұстаңыз деп айтып келе жатқаным қашан? Оразаның қасиеті енді ғана сезіліп келеді. Ашығудың емдік қасиеті бар екенін баяғыда-ақ дәлелденген нәрсе ғой. Қазіргі күні Европада көптеген емханалар емдік мақсатта осы оразаны пайдаланатын көрінеді. Советтік кезде ораза, намаз, тоқтықта деп ысырап сөйлеп мән бермей келдік қой. Негізі ораза ұстау үшін тоқ болу міндетті емес. Қазір мынау біз айналысып жүрген медицина саласында да оразаның жүрек қан тамырларына, миға, іш қатуға, тіпті артық салмақтан арылту, бауыр, метаболизманы жандандыру секілді көптеген пайдалылары жұрт кәдесіне жарауда. Мұғалім кісі тарихтан сабақ береді екен. Ол да әңгімеге араласып, оразаға ұқсас құлшылық түрлерінің исламға дейінгі діндерде де кездескенін тілге тиек етті. Көне мексикалықтар, перулықтар, кельттер мен асриялықтар да оразаға айтарлықтай көңіл бөлген көрінеді. Иудаизм, христиандық, индуизм, брахманизм мен жайманизмдерде де түрлі сипаттағы ораза түрлері болған екен. Одан кейінгі әңгімелерде халықтың ұлттық негізге оралуы, имандылық, ата-баба дініне құрмет, ауызашар берудің ел ішіндегі игі дәстүрге айналып келе жатқаны тағы біраз оң бетбұрыстар туралы сөз болды. Асан тек құлақ салып тыңдаумен болды. Айтылғандардың барлығы да құлаққа жағымды, көкейге қонымдақ. Мұнандай мәнді отырысқа келгеніне іштей қуанды. Бұндай жайттарға өзінің бұрын соңды қалай мән бермей келгеніне таң қалды. Оған отырғандардың уақыт кіргенін күтіп, бір мезгілде дұға оқып, құрмамен ауыз ашуы, әр тағамды жаңа қолға алғандай аса бір тәбетпен жеуі, үлкен кіші демей, лауазымына да қарамастан бір-біріне ізет білдіруі, дастархан үстіндегі дәмді аспен қатар айтылған дәмді әңгімелер, үй иелерінің ілтипат ықыласы, қонақтарын шығарып салып қайта-қайта қимай қоштасқаны бәрі ерекше әсер етті. Ораза адамдардың бір-біріне деген бауырластығын арттыратындай, ораза дастархандағы несібелерге құрметпен қарауды ұқтырғандай, ораза адам жанын тазартып, керемет рухани ләззат сыйлайтындай. Кетерді мешітте таратылды деп Ғалымжан берген ораза жайлы шағын кітапшаны үйге жетіп оқығанын асықты. Үйге келісімен ең әуелі ісі бас алмай жаңағы кітапшаны оқып шығу болды. Оразаның денсаулыққа пайдасы туралы, өз алдына оның Құдай сүйген теңдессіз құлшылық екеніне, сауабының молдығы жайлы көптеген мәліметтерге қанықты. Құран аяттары мен пайғамбар хадистерін көңіліне тоқыған сайын қасиетті Рамазан айының бастапқы күндерін өткізіп алғанына іштей өкінгендей болды. Бірақ оразаның қалған сауабынан құр қалғысы келмеді. Жатарда, «Я Аллам, ертең ораза ұстасам деген ниетімді қабыл ала көр» деп күбірлеген күйі ұялы телефонның сағатын мұқият түрде сәресінің уақытына қойды. Иә, игілікті істің қашанда ерте кеші жоқ деген. Шығарманы оқыған Қанат Айтөбей.